Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен әдебиеттік оқу 67-ші сабақ қазақтың бас ақыны тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта сұрақ қоясың және де жауап беретін боласың сен. Балалар, бірінші тапсырмаға кезек береміз. Түсініп оқы. Берілген үлгі бойынша жауап бер. Қазақтың бас ақыны Абай, шын есімі Ибрахим Құнанбаев. Одан асқан біз білетін ақын болған жоқ. Сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек. Ұнамды, орынды болуына шыншылдық керек. Ал мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі де болған. Мәтіннің авторы Ахмет Байтұрсынұлы. Балалар, бізге кесте берілген. Кестеде бұрыннан білемін және де жаңа мәлімет. Енді осы екі орынды біз толтыруымыз қажет. Бұрыннан білемін, шын есімі Ибрахим екенін және де қазақтың бас ақыны екенін білемін. Жаңа мәлімет ол Ахмет Байтұрсынұлының Абайға арнауы. Осымен балалар, біз бірінші тапсырманы аяқтаймыз. Сіздерге түсінікті болса, екінші тапсырмаға көшеміз. Мәтінді түсініп оқы. Бала Абай. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Бойы өскен, қол аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі. Одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай. Мұның әжесі бір түрлі әңгімеші екен. Қызық сөйлейді. Әңгімесін дәмді ғып, қызықтырып айтады. Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен, деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесінің тізесінен ақырын қағып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен, деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап, айтпай қойса, шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді. Және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Мәтіннің авторы Мұхтар Әуезов. Үшінші тапсырма түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Мәтіннің авторы Мұхтар Әуезов. Ол жазушы, ғалым. 1897 жылы дүниеге келіп, 1961 жылы дүниеден озған. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. Балаларға арнап, көксерек және тағы да басқа шығармалар жазған. Мұхтар Әуезов Абай туралы Абай жолы роман эпопеясын жазған. Онда Абайдың бүкіл өмір жолы, балалық, ересек шағы, шығармашылығы, сол кездегі қазақтың тұрмысы баяндалған. Мұхтар Әуезов Абай туралы қазақ халқына халықтығын жоғалтпайтын өшпес белгі орнатты деп жазды. Төртінші тапсырма Абайдың аналарының аттарын тауып жаз. Абайдың әжесінің аты Зере, ал анасының аты Ұлжан. Келесі бесінші тапсырма. Суретке зер сал, сұраққа жауап беріп тапсырманы орында. Суретте кімдер бейнеленген деп ойлайсың? Мәтінге сүйеніп, әжесі мен Абай арасындағы диалог құрастыр. Суретте әжесі мен бала Абай бейнеленген. Бала Абай әжесінен тағы да әңгіме естігес келіп, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен, деп әжесіне әңгіме тыңдағысы келгенін білдіріп отыр. Және де әжесі Абайға түрлі қызықты әңгімелерін айтып, бөлісіп отыр. Алтыншы тапсырма. Мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап беріп, сөз жұмбақты шеш. Мәтін қалай аталады?
мәтін бала Абай деп аталады. Екінші сұрақ. Бала Абайдың жасы 13-ке толған еді. Келесі сұрақ. Абайдың әжесі әңгімесін қалай бастап еді? Тақпақтап. Абай қайдан көп шықпайтын еді? Абай үйден көп шықпайтын, е? Бесінші сұрақ. Абайға әңгімені кім көп айтушы еді? Абайға әңгімені көп әжесі айтатын, е? Алтыншы сұрақ. Биыл әсіресе Абайдың бойы өскен. Абайдың шешесінің есімі кім? Ұлжан. Абай әжесінің әңгімесін қалай тыңдайтын? Абай әжесінің әңгімесін ынтыға тыңдайтын. Жетінші тапсырма. Сөз жұмбақтың жасыл түсті төр көздеріндегі сөз тіркесін дауыстап оқы. Абай жолын кім жазған? Сөз жұмбақта бізде Абай жолы деген сөз шығады. Балалар, Абай жолы роман-эпопеясын Мұхтар Әуезов жазған. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазыңыздар. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Сау болыңыздар.